Ал енді құрметті барша ағайындар, осы бүгін жандос ауылымыздың алақанына Гүлжайнадай аққу қонып, қуанышымызға кенеп, төрт көзіміз тең, төрт қолдарымыз кеңге ұстап, киелі текті бүгін міне Асандар әулетінде бір үлкен жанұя қоныстанып, үлкен бүгінгі отауында бір жатқан жайы бар. Олай болатын болса, біз сіздер болып, ауызбіршілікті бір қылып, ортадан жақсылап, Гүлжайнайды Ақкелінді ортаға қарсы алайық ағайындар. Сіздердің қол қошеметтеріңізбенен, шабыттарыңызбенен, ықыластарыңызбенен ағайындар. Қарсылай. Ұрыстарыңызбен келіп келмейді-ау. Бір шабала ұрып, бір құрмет қылып, шаңырақтан келіп сейіліп жатыр ағайындар. Алғаш келіннің бүгінгі қадамына бір құттығы, жақсылап бір шабала ұрып, құрмет тұрған ағайындарды естіп отқан жоқпын бірге. Бір ауыздан қошеметтеп қарсылайық. Ал келін келе жатыр ағайын. Не деген шапалақ, не деген қошемет ағайындар. Мына келіннің аяғынан, қойшының аяғынан дейді, бір құрметті барша ағайындар. Бәрекелді. Мына Болатбек ағамыз болмағанмен де Құдайға шүкір ізіне ергеніне ұрпағы бар, ағайын туысынан жегжаты бар, және де ошақтасы отбасында отырған бүгінгі ақшалықты көздер. Бәрекелді. Ал енді сол сөйтті бір қосақ қошемете отырайық. Ертелі кеш бүгінгі осы келіннің бет ашуға рұқсат етсеңіздер. Жандостың жолдас баласы бар ма? Досы қайда, досы бар ма? Мына жерден қағаз сап тұрасың. Жалпы үш еді қазір келіннің беті. Өмірден баяғыдан көктем алар, ассалаумағалейкум ағаларда Масыбайлы баласын баққа балар. Сәлем бердім Ақшабұлықта ағаларға, осындай тойды маңға келдім алар. Бұл күнгі мерекеде мәнді тойлап, Асандарды кезгелеп тұр мақтап алар. Дәл бүгін той жасауда жер шақардың төрттен Ау сүрелінде сырлар едай тасылған, Гүлзира болмас менің өнерімді осындай дау шасырған. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, осы тойға барлығы дау асыққан. Ал ендеше Асандардың әулетінде тойларың той қыласын, асыл халқым айданың. Ата-анаңа ақталсын сенімдерің, Жандостай Гүлжайна тапқан теңелерім. Тойда да бас қосқан ағайындар құтты болсын, Асандар әулетіге түскен мынау келіндерің. Ал келінге де құтты келген қадам болсын, Жандостың ел басқарар ұлы болсын. Егер де ұлы болған жағдайда бір халқына тәрбие берер сана болсын. Жандостың өзіменен тең көремін, әйтеуір аман жүрсем мінішедім, барлығын бағы
ақылды көрсетеді. Осы тұрған асандар мен қаракесек аман болсын Ал ағайын мен өзгеден пәстір алған, өнерден өлең менен астық алған. Дәл бүгін асандардың әулетінде дүбірлеген той болып жатыр басыр алған. Ал бұл елдің өздері де мықты емес пе, бабалары болғаннан соң жақсылардан. Асандардың кеспелес баласы да тойға мініп жүріп тау қасқыр алған Уақалайық жарандар, бәрін мұнда қараңдар. Екі жүрек шоқ басып, болашақ танып басып, босағадан аттады, бірге бағат таптылы. Бәрін мұнда келіңдер, тамашаны көріңдер, тәрбиелі тамаша, мінезіне қараса, күнменен аяқ аспанның нұрын сепкен таласа, алдарыңызға келіп тұр Алиханның баласы, төре бұратың сүйресін, домбырасын қолғалай, домбырасын қолғалай. Ал домбыраны қолға алып, саусақты бастың пернеге, біраздан тай сөйлейін, осындайда кездескен аға менен жеңгеге, қарындас және інеге, құлақ салып тыңдасаң, келеретін термеге, терме деген насихат, айтады кеңес адамға уақыл бермекке, қор болмайсың келінжан, жасыңнан қалсаң дүниеге. Ал ұлы жүз, орта кіші жүз, үш билі қазақ атадан, шаңғырса сүйек жаңарып көгерген елін батадан. Асан деген ұрудан бұлауде досы тараған, ұрпағы міне көбейіп, қанша жыл өткен арадан, халқына жалпы салтына бұл ұру қатал қараған. Қарайды қосып өтім, келін боп келдің жаңадан, келін боп келдің жаңадан. Ал келген жерін келін жан таныстырып өтейін, Сырдария шалқар шөл болады, айналайын келінжан, иіргенің жын болады, осындайда келінжан, иіргенің жын болады. Ал келінжан, әлі де жастау боласың, еліме түстің келін боп, сәбиге ана боласың. Аяулап бұл жас келін, жерге бақ боп боласың, әуле батар жыршылар, келінжан сенен барасың. Айналайын ақ келін, көмірі тазат бәк келін, ақ бетімді ескелеп, ойай бермей келіншек, етегіңді кескелеп, қонай бермей келіншек, жабығының арүйдің, тың-тыңдамау келіншек, тың-тыңдамау келіншек. Айналайын ақ келін, көмірі тазат бәк келін, ата-анеңді ардақта, қанатына саяла, жылы сүтпен дақынды, табақ шықпай жаяла, осы тұрған қауымға иіліп сәлем кетірген. Негізсіз қалар дастархан, туысың аман болмаса, тауларың болар тасталған, ағалар аман болмаса, өсер боп көшас төгілер, балалар аман болмаса, оқ берген көшеді, қазағатың болмаса, есенді елден қайтарар, азаматың болмаса, азаматың болмаса. Ал халқымыздың салты бар, үлгідегі парқы бар, елбен өткен дүниеден ақ бейіл қасиет аналар, өтіп кеткен бабалар, өтіп кеткен даналар, риза болып аудасын, қара жердің астында, қаттырақ еркелін жан әрбақтардан берем санарын. Қабыл болған әрқашанда батасы, ешкімнің болмады ғой аласы, айналайын келін жан, еліп бір тағзымет, бір аудап жатқан шығар, жақсылық баласы Болатбектің атасы деп, арнайлап Болатбектің құрметіне, жақсылық атамыздың құрметіне еліп тағзым етсін деп жатырмыз. Ойын сыйламай терге байлық қайда деп жатамыз. Өмірдің көзі өкініш, санамен ойлап бергенге, қадірі болмас адамның ортаңда түрі жүргенде, орнада қалар ой сұрап, бір күні көрге кіргенде дейді. Бүгінгі міне шаңыраққа келіп, иіріп, осы сіздерге иіліп, сәлем беріп жатқан, өл әруағына құрмет болып жатқан, Гүлжанары ақ келін, дана келін болсын дегендерін қосып қошеметтеп отырайық ағайын. Той құтты болсын ағайын. Біреудің ат көтерер сөз бар, біреудің қап көтерер сөз бар дейді. Ал енді қазір көрінді салай бидашар болады. Сол сөйттен бүгінгі мына күліп ойнап, шарқырап келіп, есімдеріңіз аталмай қалып жатса да, бүгінгі міне осы тойға қатысы бар келдім, бүгінгі тойдың көркімін, осы тойға куәгермін деген ағайындар болса, баршаларыңыз осы тойға тек қана тілекші болып отырайық ағайындар. Сол сөйттен келін құтты болсын ағайын.
қане сәлемет осы тұрған ортада ақштай өзін туған әжесі алқалаған әлемет айналайын келінжан Болатбектей атаңның анасына арнайы қане сәлемет деп бүгінгі арнайы ақ шапанның құрметіне сәлем бареке. Болатбектей ұлы сүрген Ақштайын ананың қол соғымдар құрметіне. Болатбектей ұлы сүрген Ақштайын ананың қол соғымдар құрметіне әкелінге. Асылы белден асқандар, шалдардың ізін басқандар, елдігі ата осылар сыйлаудан келін қашпаңдар. Аталы ата текті сөз айналайын келінжан, анау тұрған аталар аталайған керемет, құрметпенен келінжан, иіліп қане сәлемет, иіліп қане сәлемет. Деп бүгінгі Қанибек бастаған аталарына бір сәлем бареке. Ағасыз ақкөңілсіз аңқылдаған, қиындық кездескенмен жарқылдаған, Байқоңырдың ашымас адамдары қиындықтан ешқашан тартынбаған. Байқоңыр қасиетті қазақ жері, өзіңдей туып өскен ерлері, үштілдей бала сүріп өлім берген, осы әулеттің басшы Қанибектей соның бірі әкелінге. Қанибек атан керемет, құрметпенен келінжан, иіліп қане сәлемет. Қазаның қар өлеңін қайнатармын, кемпірлердің күзгінін ойға салар. Асқар таудай әкемнің орнын басар, қайнатаңа сәлем дау сайлатармын. Ал енді жиілеп сәлем етші, алғысын алам десең қайнатаңның әкелінге. Қазіргі күнде үлкен басты, бағасы болған, жақсы болса көңілдің дарасы болған, айналайын келінжан, арнап қана сәлемет, азандар әулетіндегі өлген, бүгінгі Қанибектей атасы болған дейді. Сол себептен атасына бір сәлем бареке. Қошы бесе отырайық. Рахмет. Мына шапалақтың бәрі Қанибек атасының құрметіне. Елжан бір сәлем. Әке, аяғында үлкен бала болып жүрдің, одан кейін ер азамат болдың, одан кейін үлкен жігіт болдың, содан кейін біле Асқартау аға болды, қазір Ақсақалда ата болып жатсың. Ақсақалда құтты болсын. Қалай екен үлкен болған? Жақсы екен? Бәрекелді. Шапаның жаман болса да жиын жаман дейді. Жиын жаман болғанмен де ағаш жақсы дейді. Әнінің жаман болғанмен де оның ағаш жақсы дейді. Сол себептен ағаларымыз жаман болсын. Қошеметтеп отырайық ағайын. Сөзіміз бізді қойдың ақын деп, сөйлер сөзге жақын деп, көшкенде көшін бастаған, көпшілік кейін тастаған, ақсындары қоштаған, айналайын келінжан, анау тұрған енелерің керемет, құрметпенен келінжан, иіліп қане сәлемет. Деп жалпы осы шаңырақтың енелеріне бір сәлем, Гүлзираға 10 сәлем, қошеметтеп отырайық әреке. Енелер қайда енелер? Ал Сарыарқаның тегіне жатқан данасы даласындай,
тауып тұрса ақ болар панасындай, айналайын келінжан сәлеметші, Гүлзирадай өзі туған анасындай, айналайын келінжан сәлеметші, Гүлзирадай өзі туған анасындай әкелім. Бүгінгі ананы құрметіне бір сәлем. Бір билік сәлем. Гүлзира. Бір билік. Рахмет. Қанша келін бет ашып жүрмін, келіннің алдында енесін билеген бірінші көрім деген. Әзіл қалжыңды болатқан ғой, Гүлзира тойың құтты болсын. Болатбек құлақ, бәкеңнің көрмеген жақсылығы сен көр. Осы ол қызыңнан қызығын көріп, немене көріп, соның бәрі көре алмай тұрған адамдар осы жерде шапалақ ұрмай қойсын. Ал анау тұрған қайнаға деген қайқайдыра. Қайнағалардың ішінде мамандардың бәрі бар, алтынын қазы тақтыры, үйінің іші шайнаған, анау тұрған қайнағалар, қайнағалардың керемет, құрметпенен келінжан, иіліп қарай сәлем. Деп жалпы осы шаңырақтың қайнағалар қауымына бір сәлем бар екен. Қошеметтеп отырайық. Тойдың бағасы, сәбеге толды шаңырақтың шайқалған бақтай шағарасы. Батасын берді жастарға ата менен анасы, олардың орны бір төбе, келіп тұрған нағашы, айналайын келінжан, анау тұрған нағаштарын керемет, құрметпенен келінжан, иілі қарай сәлем. Деп жақсылық күнді біле Жандостың түп нағаштары, әйелі ағамыз бастаған, күнім ағамыз қоштаған, және де Қаракесек әулетіне жалғамай бүгінгі бір сәлем қошеметті қойсай Қаракесек. Нағаштар қайда? Болат, Марат, Оля. Келіп тұр әлем апаларды үйіне қонақ болып тұрналар. Айналайын келінжан, анау тұрған қайнапаларын керемет, құрметпенен келінжан, иілі қарай сәлем. Деп шаңырақтың бүгінгі Жандостың апаларының құрметті келінжан иіліп сәлем бере бер, одан жаман болмайсың дейді. Бүгінгі қайнапалар қауымы қайда? Қайсы қайда? Ал анау тұрған абысымен татулы бол, өкпеменен бауыр бол, үйірлесер қарындас, басынан желек түскесін, абысына жақын табылмас. Айналайын келінжан, анау тұрған абысындарын керемет, құрметпенен келінжан, иіліп қарай сәлем. Деп бүгінгі асылдар әулет келіндер қайда? Келінге қуанышын білдіріп, бүгінгі абысын осыға жүгіре берсін, бере берсін, табысын деп бір қошеметтеп қойған екен. Жас болса көңілінің сенімдері, айналайын келінжан, арнаққаны сәлемет, нағашылық атап келіп жатқан бүгінгі күнімнің аман болсын келіндер ішінде бір қол соғыш қошеметтеп, қояйық, жақсылап бір егін сәлемдер деп жатырмыз қаракен. Күнім апамыздың шаңырағында келіндері, нағашылар қауымының келіндері, күйеу балдары, қыздары, қошеметтеп отырайық бәріміз. Қазақтың биік болсын, құндызы өсе берсін. Бүгін әулетіміздің ұл-қызы айналайын келінжан, арнаққаны сәлемет, бүгінгі күнім апамның үйіндегі екі айнұр тойымыздың жұлдызы бір қошеметтеп отырайық қаракен. Ал көпті көрген бөлелер, жақсы сөздер төгілер. Айналайын келінжан, келіп тұр тойда бөлелер, анау тұрған
өлелерің керемет, құрметпенен келінжан, иіліп қарай сәлемет, иіліп қарай сәлемет. Деп арнайы осы шаңырағымыздың бөлелері қауымында бір сәлем қареге. Бір талай бөлелер. Әр өлеттің болуды киелі, жақсы сөзді жақсылықпен тиеді. Айналайын келінжан арнатқаны сәлемет. Бүгінгі көрімдік салатын әулеттің бүгінгі кездіші ортаға жиенде бүгінгі жиендер қауымында бір сәлем қареге. Қошеметтен отырайық ағай. Жиендер қайда, жиендер? Ал қыз өсіріп қыз берген айнамайын сіздерден. Келіннің келген ортасы көпшіліктің дорбасы. Жасаймын десең қатынас, ашады үлкен көпірді. Құда тойында, күнменен аяз секілді. Айналайын келінжан, анау тұрған құда жишатын керемет, құрметпенен келінжан, иіліп қарай сәлемет. Деп шаңырақтың құда-құдабайы, құдаша құдабалдарына құрмет қылып, айналайын келінжан, иіліп бір сәлеметсің қареке. Bilir baba. Енді бір 15-20 құдалық қайнап кететін тұр бар екен негізі. Қошеметтеп отырайық. Абалардың құрметте қошеметтеп отырып отырайық. Ал жырлайтын әзіл өмірде сүйенгенді сүйдің, жығылғанды қолдайтын әкелгенге болмайтын. Келді келіп түссегер, мақталығын жезденің осындайда көз көрген. Айналайын келінжан, анау тұрған жезелерін керемет, құрметпенен келінжан, иіліп қарай сәлемет. Деп шаңырақты жалпыламай жезелер қауымына бір сәлем бар екен. Яғни тойдың жұлдызы, бұл кісілердің талайы келін алып қыз берген. Айналайын сіздерден, тарықсаң іздеп қабарсың. Айналайын келінжан, қазір келіп тұр қазір орайы. Адам менен енеңнің достарын ау бірінетпей маңзален. Деп бүгінгі алдарыңызда осы айтылған тілектің қабыл болсын батасы, бұл шаңырақта келіп жатқан осындай достай бүгінгі бағасы. Айналайын келінжан, арнатқаны сәлемет. Бүгінгі қайны атаң мен енеңнің достары деп арнайы достар қауымына бір сәлем. Жетісекілер қайда? Жетісекілер! Жақсы сөйлесем көңілдің болар бағасы, келіп тұр тойымыздың дарасы. Айналайын келінжан, арнатқаны сәлемет. Бүгінгі жетішектердің ішінде ең мықты Руслан мен Ғанидай бүгінгі ең единственный адас деп бір шамалы құрып қошеметтеп бірге сәлемеңізге кірген. Руслан қайда? Руслан! Кезінде көшеде жүрген кезде әйелдеріне бағынбай, қызды менсінбей деген жүрген жігіттер ғой. Жандос қайда? Құлағына алтын сырға ана ағаларыңа қара, осы сырғада әйелден сұрайды ақшаны. Бұрын ешкімнен сұрамаған. Қазір әйелің бағынышты болады, сол сияқты сен де бағынышты көп жүрме. Бәкеңде ондай болмаған кезінде, бәкеңде керек батыр болған, көшенің баласы болған. Сол себептен бүгінгі ешкімнің болмасын таласы
сөз сөйлесем болмасын арасындағы аласы, айналайын бүгінгі ағайын жақсылап бір қол соғыңдар, бәлеңнің ұрпақты жалғастырар, осындай жан досы аман жүрсін, баласы деп бір шабалақ қойғамай. Жан досжан аманды еліктердің және де желіктердің жан досы кішкене мақтау қойып едім, қасымына серік қылдың, о заманда бұл заман өз әйелі өз салған адамды ғой бірінші рет көріп тұрмын дейді дегізі. Сол сөзден енді еректі батыр бол, көңілің ғұмырлы, тұғырлы бол, әрқашанда шаңыраққа бұрынға келетіндер қыздар көп болсын, ұлдар көп болсын, осы шаңырақтағы үлдей болып, осындай қуаныш тойда бас қосысында жиын болсын ағайындар. Сол сөзден той құтты болсын ағайын, машиналарыңызға. Микрофон месіп тұра берейін ба? Ағара балаға деп өзім жақсы тұрып. Ал анау тұрған қайнысы деген қайнысы. Жеңгесі келіп түскенде қуанып тұрып қайнылар. Айналайын келінжан, жұмсасаң олар жайғысы. Анау тұрған қайныларын керемет, құрметпенен келінжан иіліп сәлем. Деп алдыңызда жалпы қайнылар болуына бір сәлем бар екен. Бастаған жақсылықпен қоштаған айналайын келінжан арнақтана сәлемет алдында тұр қайының қамшыны бол ұстаған алдында тұр қайныңа бір сәлем бір-біріне сайын. Ал анау тұрған бикеші жібекте ескен шекесі бар жасауды алған соң кенде бұғын қалған соң енді осындай болам деп құрып тұрау шекесі айналайын келінжан анау тұрған бикештерін керемет құрметпенен келінжан иіліп сәлем деп қайынсыны деп қауымға бір сәлем. Сөзді балайын, айналайын келінжан арнап қане сәлемет керек тұрған осында қайныңның коллектив деген қалайын коллективін керемет құрметпенен келінжан иіліп қане сәлемет деп арнайы қоса бір ағарғаннан су ішіп бір нанды көзіп жеп жылқылай жұмылып айрандай еп беріп отырған шаңырағымыздың бүгінгі күзірі ханымның жалпы коллективіне бір сәлем бар екен. Билеп бір ойнап қояқ екен. Ал көпті көрген көнелер, жақсы сөздер төгілер. Келді келіп түсті деп қуанып тұрау көршілер. Келін алып келсе келер, сүйішін алып жүгірер. Айналайын келінжан, анау тұрған көршілер. Көршілерге бір сәлем, біріне сайтмың сәлем, біріне сайтмың сәлем. Деп жалпы бүгінгі көршілер қауымға бір деген. Қошемет деп отырайық. Келен сатсан көршіге сат, бір шеттен өзің отырасың деген. Осындай көршілер аман болсын. Ал әр пенденің өзінің асланы бар, жақсылықта осындай дауластаны бар. Айналайын келінжан сәлеметші жан досай бірге жүрген достарына. Айналайын келінжан сәлеметші жан достың бірге жүрген достарына. Деп арнайы болса жан достың бірге жүрген достарына арнайы бір сәлем. Достарға айта жүрмейді. Ағайының айтқан бұның қабыл болсын тостары, келіп жатыр тойымыздың бостары, айналайын келінжан арнақпана сәлемет, бауыржанға қайнағасын достар деп, достарға да бір сәлем бар екен. Бауыржан қайнағасын достар қайда? Таныстыр беліңді, талдырмау беліңді, айналайын келінжан, сөзім жұмсақ өзім балы.
маған да келін бір сәлем деп, өзіме де бір сәлем беріп қояйын. Бәрекелді, құтты болсын. Енді есімдері аталмай қалып жатыр, кеште келіп жатыр, осы тойдан қалып қойып жатқандар да бар. Жалба, өкпе қақпа болмасын деп, осы жерде 3 рет бір сәлем берейік, қалғанымыз бақытты болсын деп отырайық. Келіндер 3 рет сәлем беріңдер. Барлықтар разысыздар ғой? Тойдан кейін мына қалып қойып, анау бүйтіп еді, мынау сөйтіп еді, ананың аты аталу керек еді деген әңгіме болмасын ағайын. Кемелегені жаны бірдей, бәрімізде ауыз біршілікпенен қаншада болса да, тілегіміз қабыл болса да, мына алтындай уақытымызда екі абысыға бағана салдым салыңдар ма? Бәже сол. Бағана бір сәлем беріп отайды. Соны қарап отырып салып кетіңіздер айтып отыр. Бәже сондай болды. Енді былай қылайық. Жалпы жаңа айтады ғой. Барымыздың да тілегіміз бір, алтындай уақыттарымызды қиып келіп жатқан жайымыз бар. Сол себептен осы шаңырақтарға келіннің бетіне кім ашса сол ыстық көреді дейді. Сол себептен ақжаулықты анасы келіннің бетіне ашса дұрыс па? Менің апам ашайын деп жатыр. Сол себептен апама бір шамалап қояйық. Келіннің бетін ашсын. Апам ашайын деп жатыр. Талай келіннің беті ашылған. Сол бетті ашуға өзі дәнекер болған. Сол себептен апамның келіннің беті ашайын деп жатыр. Ай, бәрекелді. Құтты болсын деп қойық ағайын. Құтты болсын ағайын. Жас келін қандай бейне болады деген осы. Апамда кезінде жас болған, бүгінгі келінге қарап өзінің үлкендігін білдіріп жатқан жайы бар. Сол себептен келіндеріңіз құтты болсын. Жандос қайда? Жандос, келсейші. Жандос шақырайық. Жандос, рахмет сол. Жандос, сен мен қасымда тұрмай енді. Сен келіншегің қасында тұр. Не қыласың мен қасында жүр? Біз баяғы далаға шығып кеткен, содан бері үйге кіре алмай жүрміз. Екі жастың ортасынан кетіп білесің ғой, сөйтсеші. Мына алақанға қондырып жатқан құсын құтты болсын. Тойға келсек ойнап көріп жадайық, әрем анау құрметтеген атасын. Алағайын келіннің беті ашылды, алайық бүгінгі екі жасқа беретін үлкен ақсақалдың жақсы бір батасын дейді. Асандардың әулетін үлкендер келсін, жақсы бір батасын берсін ортаға. Бар ма ақсақалдар? Микрофон апарамыз, пожалуйста. Менің апам берейін ба, дұрыс па? Ер адам? Апам берей берсін. Ал, яқайын. Bismillahirrahmanirrahim. Айтқан тілегің бәрін Алла тағала қабыл етіп тұрғай жасаған ие. Мына жандасым, жандосым үйленіп жатыр, Болатбектен қалған. Бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын. Екеуі қосағаны қосаға нені жасыңды берсін. Алла тағала Гүлзира осы балдардың қызығын көріп, бауыржанды, жандосты бәрінде, Айдосты бәрінде үйлендіріп соның қызығын көрсін Гүлзира. Айнұр жаным, сенде бізде көкіректе ешнәрсе жоқ, үш бала тұрған уақытта. Бөтен емессің, менің баламсың. Осылардың қызығын көр, рақатын көр. Бәрінде осында қызыққа жете беріңдер жаттарым. Бақытты болыңдар. Осында тойда жүріңдер, тойларың тойға ұласа берсін. Өмірлерің ұзақ болсын. Осы тілектің бәрін тешітіңдер, әумин деп қақсың. Amin. Al. Şimdi. Kapıyı da. Koyun versin. Bura adamın görüşümüz yok deydi arkadaşlar. Bura aksakal bir adam versin. Al. Hadi. Allah baxt olsun. Baxt olsun, baxt olsun, baxt olsun deyilse, baxtın olsunsa baxt ne böyle. Aslanına baxt olsun. Allah Teala canım, toylarını toylamaz. Yenildi,
дастархандар арасында тойға жайып, тойлар көп болсын деймін. Как рахмет, мына ел болғасыз бүйрер төлдедасың, жан болғасыз әреспайдан көрден басың, тағдырдың соқпағына жасып қалмай, Раббының жаса көге берген жасын, қалдырған ұрпағыңа мол мұрана, жан болдың егі жаса көрген жасын, айтқан біліңіз Аллатағала қабілет періште қылғансың. Аумин деп қояйық ағайындар. Енді мына ортадан түскен нәрсе ол енді ел жасына арналады деп ойлаймын. Өйткені алғашқы шаңыраққа түсіп жатқан, отау тігіп жатқан жас жұбайлардың ең бірінші табысы. Сен сай тұршама, асықпа. Сонымен осы кімге табыстайын? Жандос келінге табыстайын ба, өзіме табыстайын ба? Ау, өзіме табыстайын. Қол соғып қошемет деп қойып, табысымыз болсын. Рахмет. Енді ол табысты кімге бересің? Қызық сол болып тұрған негізі. Ау, өзің қарамасын ойлайдыңыз ғой, енді қолыңды қалтаға шығарып дұрыстап берсе енді мамаңа. Қол соғып қошемет деп отырайық. Бәсе, Гүлзира деген түріндегі страшно кетті ғой. Енді ол маған үйге барып таяқ жетеді, қошыншы біз айтайық. Баяғы балдар деймін да негізі, бірден мамасы апарып береденсің ғой бұрын. Қазір олар пысыққа білмейді, әйгетері бірде оқытып қоя ма, ана маған бер, бірден ағып маған әкеп бер деген сияқты қылшы негізі. Дәйім Құдай сақтасын, алған беруге тұрған ештеңе жоқ. Алғашқы табысының өзі үйіңе береке болып қонсын. Ер азамат болып жатсың. Атқа мінсе де сүндетке отырғызғанда да жылқы амангызып қолына қамшы береді. Сол сөйтіп өмірге деген сенің қамшың берік болсын. Сол сөйтіп қамшың шаңырағында түспесін деп қамшын ұстап қояды. Енді бір көтер асандар жазасын деп. Болатбектің көрмеген нәрсесін бүгін Жандос көріп жатыр. Айтады ғой, адам өлмейді, адам ұрпағымен мың жасайды деп. Міне Бәкеңің де мың жасап, бір аунап түсіп жатқанша, құрметті ағайындар. Бәкеңнің тойы құтты болсын баршаңызға. Құтты болсын. Сіздер бәрі тігіп қалып тұрып алыпсыздар ғой. Айыр. Білмей, айны баяғы жас кезінде есті жүрген баяғы кейін болып түскен кезде. Енді қара болсам, бір Лукашевте, бір көшеде өскен, өнген адамдарымыз ғой, бәріміз бір туысқан сияқты, бір орынды қарасаң, біраздан бері көрмей жүрген ағайындарды көріп, бір рахатқа бөленіп қалып жатырмын да, соның өзі бір керемет деп ойлаймын. Енді Жандос, саған көп рахмет, келіндер енді жақсылап тойды әрмен қарай жалғасын бастайық, дұрыс па? Әрмен қарай бәрі келіп болды ғой, енді дастархан басына отырайық бәрімізді. Енді төрден бастап біз енді білеміз, әулеттің үлкендері бар, нағашылар бар, құда жекжат бар. Бүгін мынау осы Асандар әулеті қызметке кірісіп, келген қонақты жақсылап дастархан төріне орналастырайық. Суретке түсіп жатыр, бір түсіп алсын келіңіздер. Бірінші нөмір дастархан төрінде отырған әулеттің үлкендері жайғаса беріңіздер. Одан кейін